Сәлем достар, сіздер Әлек ТV арнасы. Бүгін мен сендерге осындай керемет есікті қалай жасау керек екенін үйрететін боламын. Міне, ол өте дұрыс жасайды. Осындай үйлерге осындай есік өте қатты жарасады. Сондықтан мен бүгін осындай есікті қалай жасау керек екенін сіздерге үйрететін боламын. Біріншіден бізге липкий поршень керек. Екіншіден красный камень, сосын қызыл факел керек, сосын нажимная пластина керек, сосын любой бір блок керек. Ал мына үшеуі бізге әлі керек жоқ. Бірінші біз неден бастаймыз? Бірінші біз былайынан екі блок қоямыз, сосын мынаны қоямыз былайынан. Осылай, сосын мына жерге екі блок қоямыз. Жерге де екі блок. Сосын дәл ана аяқтағыдай ғып біз істейміз. Былайынан. Мына жерде де дәл солай етіп істейміз. Міне былай. Сосын мынаны қоямыз. Ой. Бұны қоймаймыз бұл жерге. Мына жерге қоямыз. Сосын келемізді красный факелді мына жерге қоямыз. Сосын мына жерге красный камень қоямыз. Сосын мына жерге пластинаны қоямыз. Осымен бітті деп ойлап қалмаңыздар достар. Әлі астында красный каменьмен жұмыс істеу керек. Көрдіңіз бе, істемейді. Сондықтан әлі астына бір красный каменьмен жұмыс істеу керек әлі. Өстіп қазамыз. Осылай етіп, сосын бетіп қоямыз да, мына жерге красный факел, сосын мына жерге. Сосын біз былайынан 3 блок етіп қазамыз. Осылайынан арғы бетіне дейін қазып шығамыз. Енді арғы бетіне барамыз. Мына жерді жауып тастасақ та болады. Бұл жер керек емес бізге. Енді біз не істейміз? Тағы да дәл сондай етіп былайынан қоямыз. Міне. Сосын красный пыльмен былайынан алып шығамыз. Осылайынан нақадан жеткіземіз. Ол әлі біткен жоқ. Енді біз бүйтеміз. Соңғы қимылдарды істеп жүрейік. Міне біз бүйтеміз. Екі плитаның астына осылайынан етіп красный камень қойып шығамыз. Міне. Аяқталып десек те болады, бірақ әдемілік үшін мына жерлерді жауып тастау керек. Сол кезде бізде керемет есік шығу керек. Қазір тексеріп көреміз бұл есікті қалай істейтінін. Міне, әдемілі істеп тұр. Осындай есікті сіздер өздеріңізге істеп алуларыңызға болады. Өстіп қойса тіптен жақсы. Механический есіктің анандай жаман жерлер көрінбей тұрады. Егер үйге осындай есік істегілеріңіз келсе, үш жауып қойғандарыңыз дұрыс. Себебі бәрібір де қанша дегенмен мына жерлер жаман ғой. Соны көрмей қойған жөн. Сондықтан жауып қойған жөн деп ойлаймын.
ашасыз, кіресіз. Өте әдемі. Көрдіңіз ба? Мына жерді былаймен істеп қойайық. Ал сіздермен болған мен Олег ТВ арнасы. Каналға жазылып, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.